Бүгін сіздермен жалпы намазды қаза етіп қоя беремін, намазымды қаза етпей толық оқығым келеді, қаза етіп қайтып барып бастауға Алладан ұяламын деген тақырыптың барлығында айтатын боламыз. Осыған дейін мен өзімнің Инстаграм парақшамда жаңағыдай намаз оқуға қатысты әңгіме айтқан кезде стористарда көп қыз маған кері байланысқа шыққан болатын. Ұстаз, мен намазымды қаза қылып қоя беремін, немесе жаңағыдай декреттегі аналар үйде түнде ұйқымыз мың оянып мың тұрамыз ғой, сонымен жаңағыдай таңғы ұйқыға ұйықтап қаламын намаз уақытысына, кейде ерте жатсам да қанша тұра алмай жатамын, немесе жаңағыдай мүлде намазға тұра алмай жатамын, одан кейін қайтадан келіп намазды бастау үшін Алладан ұяламын деген сияқты көптеген запростар болды. Сол кезде мен кері байланыс ретінде видео ютубта айтамын деген болатын, бірақ денсаулығыма байланысты ол кейінге шегерілді. Және сонымен қатар бүгінгі жұма күнінде мен әрдайым өзімнің қыздарыма жұма уағызын өткіземін, тегін қатысу. Если қаласаңыз, мен инстаграма парақшама тіркеліп қойыңыз, және осында WhatsApp ссылка бар, сол жаққа кіріп тіркеліп алсаңыз болады. Әр аптада әртүрлі тақырыптарды қозғайтын боламыз иншалла. Сіздермен мен Манап Асия, исламтанушы, 7 жылдық білімі бар, қазіргі уақытта Құран ұстазы болып жүрген ұстаздарыңыз боламын. Ал онда кеттік ары қарай. Жалпы намаз деген не, намаз жайлы көптеген ақпараттар өте көп. Бәріміз білеміз, намаз оқу керек деген сияқты. Бірақ намаз оқуды бастай алмай жүргендер бар, немесе намаз оқуды бастаған, бірақ намазын толықтыра алмай жүрген адамдар көп. Сол кісілер үшін пайдалы сабақ болады деген ойдамын. Енді сіздерден бір сұрайтын нәрсем, сабақты көргеннен кейін кері байланыс ретінде лайк басып, өздеріңіз ойларыңызбен бөлісіп, кері байланыс беріп отырсаңыздар, ары қарай да жаңа тақырыптарды қозғауға маған мотивация болады. Онда қыздар, ары қарай кеттік. Жалпы бірінші біз намаз деген тақырыпқа келетін кезде, намаз деген не? Бірінші соны түсініп алуымыз керек та. Намаз деген кезде әркім әртүрлі түсінеді. Себебі әркім әртүрлі намазға келді. Мысалы үшін біреулер басына қиыншылық түскен кезде келді, біреулер ата-анасы кішкентай кезінде намаз оқу керек деп намаз оқытып қойды, иә. Немесе біреулер жаңағыдай осознанно намазға келіп, Аллаға жақындағым келеді, бұл дүниеге не үшін келдім, мен қандай амалдар жасауым керек Алла разы болу үшін деген сияқты сұрақтармен ізденіп келіп намазға келген адамдар бар, иә. Әркім әртүрлі намазға келді. Бірақ бір нәрсе бар, намаз деген не, қыздар? Намаз деген жалпы не? Мысалы үшін біздің исламда 5 парызымыз бар. Ислам дінінде 5 парызымыз бар. Олардың ең біріншісі, қыздар, қараңыздар, мен мына жақта түсінікті болу үшін жазып, сызып бірге отырамыз. Исламда 5 парыз бар, иә. Исламда 5 парыз бар. Олардың біріншісі иман, яғни калима. Иман келтіру үшін калима айтамыз. Калима, яғни шахада деп айтамыз. Одан кейінгісі, қыздар, екіншісі бұл бізде намаз. Одан кейін үшіншісі ораза, яғни жылына бір рет парыз оразасы бар бізде, иә. Ораза. Төртіншісі зекет. Бесіншісі бұл бізде үлкен қажылық. Қараңыздар, қыздар, ислам дінінде бізде 5 парыз бар. Біріншісі калима, шахада келтіру, иман ету, одан кейін намаз. Қараңыздар, 5 парыздың әрқайсысын бекерден бекер просто так жаза салған жоқпыз. Әрине бірінші нәрседен бастадық. Бірінші бұл бізде калима. Калима дегеніміз ол ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Яғни біз не істеп жатырмыз? Алладан басқа жоқ тәңір, яғни Алланың жалғыз және бір тәңір екеніне куәлік етемін, және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі әрі пайғамбары екеніне куәлік етемін, яғни шахада келтіремін деп айту арқылы, бұны тілмен айтып жүрекпен бекіту арқылы біз иман еттік. Енді иман еткеннен кейін барып, адам бірінші иман етіп алады. Иман еткеннен кейін барып, адамға құлшылықтар, яғни амалдар парыз болады. Сол амалдардың ішіндегі ең біріншісі бұл намаз. Енді қараңыздар, намаз деген бұл, қыздар, Алла тағала өзіне разы болатын амалдарды, яғни амалдарды әртүрлі кейіпте бізге беріп қойған. Ең бірінші калима шахада айту, одан кейін мысалы үшін зікір, истихфарлар айту, бұл тілмен болады, иә, қыздар, иә. Жүрекпен түсініп тілмен айтамыз. Және денемен жасайтын құлшылықтар, құлшылықтың түрлері жаңағыдай тілмен болады, жүрекпен болады және денемен болады. Ал бұл намаз, бұл денемен жасалатын құлшылық. Сондықтан да намазды біз түсініп алуымыз керек, бұл жәннаттың кілті. Яғни ертең қиямет күні біз бәріміз жәннатқа барғымыз келеді деп айтамыз ғой. Сол жәннатқа барған кезде есікті ашатын кілт бұл намаз. Яғни сол намазыңыз болатын болса, сіз ертең жәннаттың кілтін, есігінің кілтін аша аласыз. Егер намазың болмайтын болса, сен жәннаттың кілті жоқ сізде. Кілт жоқ болса, сіз қалай кіресіз, қыздар?
Көрдіңіздер ма? Сондықтан да намаз бұл жәннаттың кілті деп айтамыз. Енді намазды орындаудың парыз болуымен қатар, намазды орындау арқылы бізге қандай Алла тағала мүмкіндіктер, қандай нәрселер уәде етті? Алла тағала намазды бұл өзі разы болатын құлшылық және қияметтегі біздің жәннатқа кіруімізге жаңағыдай жасалынатын амалдың бірі. Енді намазымызды біз орындау үшін оның парызын, оның уәжібін, оның сүннеттерін, жалпы айтқан кезде намаздың орындаудың үшін біз осы нәрселерді біліп алуымыз керек. Намаздың парызы, яғни намаз қалай парыз болды? Одан кейін намаздың сүннеті, намаздың уәжіптері, міне осы нәрселерге біз тоқталуымыз керек. Енді қараңыздар, қатты ғылыми тілде айтпай-ақ қояйын, сіздерге түсінікті болу үшін айтамын, қыздар. Енді қараңыздар, намаз парыз, уәжіп, сүннеттен тұрады, Неге просто намаз тұра салмайды? Неге намаз просто өзінің ракағаттарымен ғана тұра салмайды? Себебі бұл намазды біз былай алайықшы, мынау үй деп аламыз. Мысал үшін, намазды үй деп аламыз. Жаңағыдай, намаз бұл біздің үй. Енді осы намазымыз, үйіміз сыртында қоршау жасамайтын болсақ, мысал үшін, үйдің сыртынан біз егер қоршау жасамайтын болсақ, не болады? Қыздар, үйдің сыртында если қоршау болмайтын болса, ол үйге жаңағы бүткіл адам кіріп шыға береді. Және ол үй қараусыз болып қалады. Яғни қоршау болмайтын болса, үйімізді қорған жасамасақ, ол үйіміздің жаңағыдай ауласына ит та құс та кіретін болады, мал да кіретін болады, жаңағы біреулер мусорын тастап кететін болады, есігінің алдында әркім қалағанын жасап кетеді. Сол сияқты біздің намазымыз бұл үйіміз болатын болса, намаздың сүннеті бұл оның қорғаны, қыздар. Егер біз қашан намаздың сүннетіне бей-жай қарайтын болсақ, ол кезде біздің намазымыз, яғни үйіміз не қараусыз қалғандай, бір күні ол не істейді? Айналасы мусорға толады, сосын оның сырты бұзылады, кейін біреу келіп есігін алып кетеді, біреу келіп терезесін алып кетеді деген сияқты біздің намазымыз да күйрей бастайды. Мысал үшін 5 уақыт намаз парыз бізге, таң намазы, бесін, асыр, шам, құптан. Осы 5 намазымыздың да қарайтын болсақ, жағынан не бар? Сүннеттер бар. Мысал үшін таң намазының алдында 2 ракат сүннеті бар, Одан кейін 5 намазының артында сүннеттер бар. Мысал үшін алдында 4 ракат сүннет, одан кейін 4 ракат парыз 5 намаз, одан кейін 2 ракат сүннет. Дәл сол сияқты асыр, шам, асырда ғана бізде бекітілген сүннет намаз жоқ, бірақ бекітілмеген сүннет 4 ракат оқуға болады, яғни бар. Одан кейін шамнан кейін де 2 ракат сүннетіміз бар, құптанның алдында да сүннетіміз бар, одан кейін құптанның соңында уәжібіміз бар. Енді осы нәрсені түсіндіріп бергім келеді. Қараңыздар, таң намазының алдын сүннетпен бастаймыз, қорған қоямыз, парызын өтеміз, 5-інде де солай сүннетімен оқып келіп, яғни 5-ін парыз сүннеттерімен бірге жүріп 5 намазымыз, соңында үтір уәжіп намазын оқимыз, яғни уәжіп намазы. Неге? Бұл уәжіп бүгін таңнан бастап кешке дейін жасаған 5 уақыт құлшылығыңыздың жалпы былай айтқан кезде қорытындысы, қыздар. Егер сіздер намаздарыңызды жаңағыдай ерініп, басқа қылып тастап қойып жүрген болсаңыздар, осы сүннет және уәжіптеріңізге мән беріңіздер. Егер сүннет амалдар, соның ішінде осы сүннет намаздарға бейжай қарайтын болсаңыз, ол намаздарды сүннет қой деп бірде оқып, бірде оқымай кететін адамдар бар да, оқымай тек парызды оқып жүрген болсаңыз, және уәжіп, үтір уәжіп намазын ішіндегі құнут дұғасын жаттамай, немесе оның орнына Раббана атинаны қолданып жылдар бойы оқып жүрген болсаңыз, онда сіздің үтір уәжібіңіз нақты қорытындысын дұрыс қоймай жүрген болуыңыз мүмкін. Жаңағы қорғанымыз, үйіміздің қорғаны дұрыс болмағандықтан бір күні парызды да тастап кетеміз. Бір күні парызды да оқуымыз қиындай беретін болады, қыздар. Сондықтан да осы нәрсеге мән беріңіздер, Яғни сүннеттер бұл қорған біздің парыз амалдарымызға, тек намазда ғана емес, басқа амалдарда да, бірақ біз бүгінгі тақырыпта намазды айтып жатқандықтан, сондықтан осы жерде осы намаздың сүннеттеріне мән беретін боламыз. Яғни осы 5 парыз намаздарының ішіндегі, қыздар, 2 ракағат сүннет, 4 ракағат сүннет деп айтылып жатқандар, бұлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бекітілген сүннетке жатады. Жалпы сүннеттің өзінің 3 түрі бар. Муаккат сүннет, ғойру муаккат сүннет және зауайт сүннет деп айтамыз. Яғни арабшада, қазақшада бұл бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет және жаңағыдай зауайт, яғни қосымша сүннеттер. Енді сол намаздағы біздің муаккат сүннеттеріміз, яғни бекітілген сүннеттеріміз, бұл таң намазының қасындағы 2 ракат сүннеті, бесіннің қасындағы 4 ракат пен 2 ракат сүннеті, шамдағы 2 ракат, құптандағы сүннеттеріміз, бұның барлығы бекітілген сүннетке жатады. Ал бекітілмеген ғойру муаккат сүннеттеріміз, қыздар, бұлар мысал үшін асыр намазының алдында
4 ракат сүннет бекітілмеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бекітілмеген деп тұрғанда бұл кейде оқыған, кейде оқымаған, яғни әрдайым оқымағанда. Сондықтан да 4 ракат сүннет бар. Оны оқысақ бұл өзімізге артық сауап жинау үшін. Одан кейін құптан намазында да бізде 4 ракат парыздан бастаймыз, одан кейін 2 ракат сүннет. Сол құптанның алдында да 4 ракат сүннет оқу бұл ғойру муаккат, яғни бекітілмеген сүннетке жатады. Осы сүннет намаздары, қыздар, біздің жаңағы парыздарымыздың толық дұрыс болуына көмектеседі. Одан кейін жаңағы үтір уәжіп намазына келетін болсақ, үтір уәжіп намазы бұл күндегі намаздарымыздың соңғы қорытындысы. Сондықтан оған да мән береміз. Қыздар, қараңыздар, құнут дұғасын оқи алмай, жаттай алмай, орнына Раббана атинаны қолданып жүрген қыздар, бұл ары барса 3 күнге рұқсат нәрсе. Яғни бір жыл, 10 жыл, 5 жыл, 6 жыл жаңағындай Раббана атинаны оқып жүре беру бұл дұрыс емес, қыздар. Не үшін рұқсат Раббана атинаны? Құнут дұғасын ары барса 3 күннің ішінде адам жаттап алады. Сол жаттап алғанға дейін намазы қалып қоймасын деп Раббана атинаны оның орнына қолдану 3-4 күнге, ары барса бір аптаға рұқсат. Одан кейін қыздар, сіздер құнут дұғасын жаттап аласыздар. Жаттауға әрекет жасаңыздар, жаттаңыздар. Ол күніне бір рет, яғни бір күнде бір рет оқылатын намаздың ішіндегі бірақ құнут дұғасы, және бұл құнут дұғасының да қыздар мағынасы өте ерекше. Бұйырса оны алдағы уақытта кейін бөлек айтып беретін боламын. Қазір сол нәрсені түсініп алыңыздар. Егер үтір уәжіп намаздарыңызда құнутты оқымай Раббана атинаны оқып жүрсеңіздер, қыздар қыздар құнут дұғасын жаттауға әрекет жасаңыздар. Жаңа айтқандай Раббана атина ол ары барса 3 күн бір аптаға сіз жаттап алғанға ғана рұқсат етілген. Жылдап оны жаттамай оның орнына қолданып жүре бермеңіздер. Енді қыздар, бұл 5 уақыт парыз намаздарымыз, иә. Қараңыздар, біз парыз намаздарымызды дұрыс оқи алмай жатамыз. Қандай жағдайларда? Енді соған кеп тоқталайық. Жаңағындай ұйқы мәселесі болып жатады, намазға тұра алмау, қанша жерден қолың бос болса да, бәрі уақытың бар болса да, намазға тұра алмау деген сияқты жағдайлар болып жатады, иә. Ондай жағдайда қыздар, менің өзімнің де басымнан өткен, жаңа кішкентай кезімізде енді мен өзім ата-анам соларды қарап намаз бастап кеткенмін. Ерте жаста намаз бастадым. Ол кезде намаздың не екенін түсінбейтін, әйтеуір оқу керек, ата-анам оқиды деп оқыған болатынмын, иә. И сол кездерде мен сүрелерді жаттап алдым, транскрипциямен, яғни кириллица әріптермен жаттап алғам, түпнұсқа Құраннан білмеймін, и намаз оқимын, бір уақытта ерініп қаламын, баламын деген сияқты. Вот сол кездерде мен жаңағындай намазды түсінбегендіктен, намазға деген махаббатты арттырудың жолдарын білмегендіктен, арасында мен намаздарды қаза қылып қоятынмын. Кейіннен медресеге оқуға түскен кезде, біз жалпы намаз туралы білім үйренген кезде, намаздың қаншалықты орны бар екенін түсіндім да. И мысал үшін жаңағы көбінесе қазір декреттегі аналар үйде отырады. Үйде отыр деген сөз ол түк істемей отыр деген сөз емес. Таңнан кешке дейін баласына қарайды. Мысал үшін мен өзімде қазір 6 айлық балам бар. И ол қарны ашады кез келген уақытта ұйқысы келеді, кез келген уақытта ол жаңағыдай дәрет жіберуі мүмкін, оны тазалау керек. Жалпы баланың күтімі оңай емес. Одан бөлек үйдің тамағы бар, одан бөлек адамдар бар, иә. Былай айтқанда соның қызметінде болып, көп жағдайда біз өзіміздің құлшылығымызды кейінге қалдырып жатамыз. Бірақ қыздар, мынандай нәрсе бар да, бұл дүниеде сіздер ары барса 60-70, ары барса 100-150 жыл өмір сүретін шығармыз, бірақ енді 150 жыл өмір сүріп жатқан адамымыз ғой. Сондай бір уақыт, белгілі уақытта ғана өмір сүреміз. Ал бала, шаға, дүние деген, ата-ананың алдында қызмет деген сияқты нәрселер әрине жақсы, бірақ парыздарды тосатын болса бұл амалдар, онда біздің мынау жасап жатқан амалдарымыздың ешқандай пайдасы, сауабы болмай қалуы мүмкін. Сондықтан да Алла Тағаланың бұйырған парыздарын орындауды бірінші орынға қойыңыздар. Қашан сіз намазыңызға жағдайыңызға намазды емес, намазға қарай жағдайыңызды реттейтін болсаңыз, өміріңізді жоспарлайтын болсаңыз, сіздің өміріңізге береке болады. Көп нәрсеге үлгеретін боласыз, жасап жатқан ісіңізде береке болатын болады, өзіңіздің денеңізде де күш-қуатыңыз артатын болады. Яғни намаздың уақытына, намаз уақыты кірген кезде мен бірінші намаз оқып аламын, одан кейін мына істерді жасаймын. Намаздың уақыты кірген кезде мен намазды орындаймын, одан кейін мен мынау үйге көңіл бөлемін деген сияқты қойып қоятын болсаңыз, намазға уақытыңызды байлайтын болсаңыз, қыздар, сіздің өмірлеріңізде береке болады. Және мына жерде мынандай нәрсе бар да, сіздің өзіңіздің ішіңізде нақты шешім болу керек. Яғни біз бұны ниет деп айтамыз, иә. Хадисте де айтады ғой, амалдар ниетке байланысты. Сол жерде сіз ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Я Аллам, таңда ерте тұрғанда күнде жаңа ниет қойып отырыңыз. Я Алла, бүгін 5 уақыт намазымды толық орындауды өзің нәсіп ет. Ал таң намазға тұра алмай қиналып жүрген болсаңыз, онда түнде жатарда құптан намазынан кейін, қыздар, мен өзім осы амалды жасаймын, себебі мен де балам болғандықтан кейде ұйықтап қалатын сәттер болады, иә. Жаңағындай не істейсіз? Құптан намазынан кейін өзім әрдайым жасаймын. Дұға жасайтын кезде, я Аллам, таң намазына тұруды нәсіп ет. Таң намазының берекесін алуды нәсіп ет. Сол
сол уақытқа мені лайықты ет деп дұға етемін. Сосын ұйықтайтын кезде, жататын кезде Кәусар сүресін 3 рет немесе 7 рет оқып дұға етіңіз. Я Раббым, таң намазына тұруымды нәсіп ет. Егер сіз осы нәрселерді дәретпен жатыңыз, сол кезде жасайтын болсаңыз, Алла тағала бұл Кәусар сүресін біз будильник сүре деп айтамыз. Яғни таңда қанша кеш жатсаңыз да сізді ұйқыңыздан оятады. Сондай как будто біреу оятқандай тұрып кетеміз ғой кейде. Сол да жаңағындай періштелер оятады екен. Яғни Алла тағала сізге нәсіп етеді. Сондай бір қарапайым, бірақ кішкене ғана амалдар жасаймыз. Яғни намаздың сүннеті сияқты намаздың алдында біздің әдептеріміз бар, қыздар. Әдептерге де көп мән беруіміз керек. Үлкен амалды жасаудың алдында кішкентай амалдар арқылы біз барамыз. Әдебіміз дұрыс болса, сүннетіміз дұрыс болса, біздің парызды орындауымыз, қыздар, жеңіл болады. Сондықтан да осылай жасасаңыздар болады. Одан кейін жаңағы таң намазында тұрған кезде, дұға еткен кезде, Аллахым, толық 5 уақыт намазымды толық орындауға ниет еттім. Нәсіп ет деп андай сұрап отырмаңыздар. Ниет еттім, маған жәрдем бер деңіздер де, ниетіңізде, ішіңізде өзіңізге де уәде беріңіз. Бүгін барынша қолға аламын 5 уақыт намазды уақытында орындауға. Көрдіңіздер ме? И сол уақытқа қарай, намаздың уақытына қарай күнделікті өміріңіздегі жұмыстарыңызды жоспарлап қойыңыздар. Мысалы үшін 5-ін 11-ін аншада кірсе, мен дәрет алып намаз оқып аламын, одан кейін түскі шайдарын беремін деген сияқты. Одан кейін осыны жасаймын, асырын аншада кіреді екен, жазып қойыңыз керек болса. Онда мен осы уақытта дәрет алып дайындаламын. Немесе асыр кіргеннен кейін сразу дәрет алып намаз оқып аламын деген сияқты қыздар жоспарлап, ниеттеп қарап отырыңыздар. Біз жаңағындай басымызда хаос болған кезде, нақты ниет болмаған кезде, өзімізге осыны жасаймын деп нақты жоспар құрмаған кезде, біз ойымызда уақытқа қарамаймыз, ана жұмысты жасап, мына жұмысты жасап жүргенде қарасақ, намаз шығып баратқан болады, ой, намазды қаза қылып алдым деп көңіл күйіміз түседі. Одан кейінгі намазға тағы да жүрген кезде өзімізді кінәлі сезінеміз, сөйтеміз де мүлде оқымай тастап кетеміз. Бұның барлығы, қыздар, ең бірінші жаңағы ойымызды ашықтамағанда, ниетті дұрыстап қоймағанда, және нақты жоспар құрып, нақтылап біліп алмаған кезде миымызға нақты сигнал беруіміз керек. Бізге нақты жоспар құрып, міне бүгін осыны жасаймыз деген кезде біздің миымыз автоматически денемізді басқарып, соған қарай ойларды туындатып, соған қарай күш, энергия береді. Сізде нақты жоспар болмайды болса, миыңыз не істейтінін білмейді, сосын әр нәрсені ойлайды, ананы ойлайды, мынаны ойлайды, бір жұмыстарды жасайсыз, сонымен бір уақытта шаршап қалады. Денеңізде нақты бүгінгі күні жасайтын жұмыстарыңызға, жоспарға қарай энергия бөлінбей қалады. Сондықтан да жаңағыдай таңда тұрғанда ниет қойып алыңыздар, жасаймын деп ниеттеніп, дұға етіп Алладан көмек сұраңыздар және жоспар құрыңыздар. Намаздың уақыттарын сәжде кезеттен көріп алып отырып, сағат 11 аншада 5 намаз кірсе, мен сол кезде дәрет алып 12 аншаға дейін намазымды оқып аламын. Асыр намазына уақытта кіреді, шамына уақытта кіреді екен. Шамнан кейін намаз оқып болған соң тамақты беремін. Демек, оған дейін мен тамақты пісіріп қоюым керек деген сияқты жоспарлар құрыңыздар. Әрине, жоспарсыз арада бала жылап қалу, анау-мынау болуы мүмкін, бірақ барынша қыздар ондай нәрселер сіздің жоспарыңыз болғандықтан қатты қиындық тудырмайтын болады. Сондықтан да намазға бекем болуымыз керек. Ол үшін қыздар қарапайым осы нәрселерді жасап көріңіздер. Иншалла намазға Алла тағаланың жеңілдігімен толық орындауыңызды жеңілдетесіздер. Бірден болмаса да, мысалы үшін бір күнде толық 5 уақытты оқу қиын болып жатса, қыздар бірінші тек таң намазынан бастаңыздар. Таң намазын ары барса 3-4 күн әдет қылғаннан кейін 5-ді қосыңыздар. Солай асырды, шамды, құптанды, солай толық 5 намаздарыңызды жинап аласыздар. Бұл деген сөз бірден орындамасам, ой, зачем деп өздеріңізді жаңағыдай артқа тартпаңыздар. Сосын қыздар, Алладан ұяламын деп намазды тастап қою бұл өте қате нәрсе. Алла тағала біздің, яғни қияметке дейін, күннің батыстан емес батыстан шығатын күнге дейін, яғни әрбір адамның өлім сәтіне дейін бізге тәубе есіктерін, мүмкіндіктің есіктерін, қайта қайтып барудың есіктерін ашып қойған. Яғни тәубе есіктері деп тұрғанымыз, намазымызды қаза қылып алсақ, я Алла, мен қаза қылып алдым деп өкініп кешірім сұрап, сол намаздың қазасын өтеп, ары қарай басқа намазды жалғастырып кете беруіміз керек. Яғни біз идеальный емес, біз күнә жасамай 5 уақытымызды прям бастағаннан өлгенге дейін толық орындайтындай бір сондай иманның үлкен дәрежесінде де емеспіз, бірақ қыздар, біз пендеміз. Алла тағала сол біздің қателесуші пенде болғанымыз үшін де бізге қыздар мүмкіндік беріп қойған бұл дүниеде өмір сүруді. Айтады ғой, егер адам қателік жасамайтын болса, яғни күнә жасамайтын болса, мен оны жойып, орнына күнә жасап, бірақ тәубе ететін басқа қауым жаратар едім деген да. Сондықтан да күнә жасап қойсақ та өкініп кешірім сұрап тәубе етуіміз керек. Және сол тәубенің артынан амалымызды тоқтатпай жасап кете беруіміз керек. Мүмкін бүгін таң намазға оянбай қалсаңыз, көңіл күйіңізді құртып, қалған 4 намазды да минусқа жібермеңіздер. Жарайды, таң намазын қаза қылып алсаңыз егер,
жаңағы күн шыққаннан кейін 45-50 минуттан кейін таң намазын сүннеті мен парызын қосып жаңағыдай өтеп алыңыздар қыздар, яғни қазасын өтеп алыңыздар. Солай бесін намазы немесе бесінді қаза қылып қойсаңыз асырдан кейін, асырды оқып болғаннан кейін то есть асырдың алдында, асыр намазын оқудың алдында бесінің парызын ғана өтейсіздер. Егер қыздар намаздарыңыз қаза болып қалса, сол намаздардың парызын ғана өтейсіздер. Бірақ егер құптан намазын қаза қылып қойған болсаңыздар, онда парыз бен уәжіпті де бірге қосып өтейтін боласыздар. Қаза намаздарда сүннетін өтемейсіздер. Барынша қаза қылмауға әрекет жасаңыздар. Егер амал жоқ қаза болып қалған жағдайда, сол қазаны сол күні кешке құптаннан кейін хотя бы өтеп тастауға әрекет жасаңыздар қыздар. Немесе құптан намазының алдында қазаны өтеп алып, кейін құптанды оқып, бүгінгі күннің намазын аяқтап демаласыздар, иә. Бұл жерде Алла Тағала бізге мүмкіндік беріп қойған, сол нәрсені де пайдаланыңыздар. Қыздар, біз нәпсіге немесе шайтанға ермеуіміз керек. Ол бізді әрдайым азғырып отырады. Ол бізді қалай азғырады? Өзіміздің кем тұстарымызбен ғана азғыра алады, қыздар. Жоқ жерден сізге, мысалы үшін, мен келіп, сен түрің әдемі емес десем, бірақ сіз әдемі екеніңізді өзіңіз біліп тұрсаңыз, сіз не істейсіз? Менің сөзіме мән бермейсіз. Ал егер сіз іштей өзіңізді мен әдемі емеспін, мен қолымнан түк келмейді деп ойлап жүрген болсаңыз, мен келіп сізге сен түрің әдемі емес, что-то бетің мынандай болып кетіпті деген сияқты нәрселер айтсам, ол сізге ауыр тиіп қалып жатады, иә. И сіз өзіңізді солай ойлап қаласыз. Яғни из-за того, что мен оны сізге айтқаннан емес, ол сіздің әуел баста ішіңізде бар болғандықтан. Сондықтан да біз іштей өзімізді қалай жейміз, шайтан сол нәрсе арқылы бізге әсер етеді. Яғни сіз намазды қаза еттіңіз ба? Мен намазды қаза еттім, мен күнәһармын, мен осындаймын, қандай адаммын дей берсеңіз, ол сізге айтады, сен күнде намазды қаза ете бересің, бір оқисың, бір оқымайсың, зачем одан да мүлде оқыма, ұялмайсың ба Құдайдан деген сияқты ойлар салады да, сіз мүлде намазды тастап қойып жатасыз. Жоқ қыздар, намазды қаза қылып қойсаңыз, әрине өкіну керек, бұл нәрсеге Алладан қорқу керек, кешірім сұрау керек, бірақ ары қарай тоқтамай жалғастырып кете беруіміз керек. Сондықтан иншалла осы амалдарды жасап көріңіздер. Бүгінгі сабағымыз осы. Алла бұйырса алдағы уақытта көптеген ақпараттар туралы айтатын боламын. Сол үшін менің YouTube каналыма жазылып қойыңыз, лайкты басып, өз ойларыңызбен бөлісіп отырсаңыз болады. Тіпті намазыңызды қаза етіп қойып жүріп, бірақ қандай амалдан кейін намазды қаза етпейтіндей болдыңыз, сол жайлы да бөлісіп отырсаңыздар, себебі басқа қыздарға пайдалы болады. Бүгінгі сабағымызды, бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Баршаларыңызға Алла разы болсын, және Алла Тағала осында айтылған әрбір ақпаратты әрқайсымызға пайдалы, өмірімізге берекелі етсін. Иншалла, тыңдап қана қоймай, амал жасаңыздар. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.